Сәлеметсіздер ме, әріптестерім? Бастауыш сыныптарда жиынтық бағалауды ұйымдастыруда Google форма ресурсын қолдану жайлы бүгін сіздерге ақпарат беремін. Google форма дегеніміз не? Бұл Google'дың онлайн түрде тест алуға, кері байланыс алуға тиімді интернет ресурсы. Бұл ресурс өте қолжетімді. Себебі оқушы кез келген смартфон, планшет, ноутбук арқылы кіріп тапсырмаларды орындай алады. Сұрақтарға оңай және ыңғайлы түрде жауап беру қарастырылған. Ал Google форманы қолдану тиімділігі туралы айтатын болсақ, бұл жерде дайын тест сұрақтарын жылдам енгізуге болады. Білім алушыларға WhatsApp, Telegram чаттары арқылы тек сілтеме беріледі. Оқушылар тапсырмаларды орындау үшін Google аккаунт қажет емес. Тек сол сілтеме арқылы кіріп орындайды. Және білім алушылардың берген жауаптар дайын диаграммада, Excel құжаттарда сақталып тұрады. Google форманы дайындау үшін не қажет? Алдымен сіздерде дайын жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар мен бағалау критерийлері болу қажет. Және Google-дағы өз аккаунтыңыз болу керек. Ал енді сол аккаунтпен қалай жұмыс істейміз? Келесі видеодан қараңыздар. Құрметті әріптестер, мен қазір сіздерге Google Дискта қалай Google формаларды құрастыру жайлы түсінік беремін. Мінекей менің өз аккаунтым бар, қасында мынандай 9 нүктелі белгі тұр. Сол жерден мен Google Дискқа кіремін. Google Дисктің ішіне кіргеннен кейін сол жағында создать деген белгі тұр. Сол жерден мен еще дегенді таңдаймын. Ешеның ішінде Google форма деген формасы тұр, соған кіремін. Google формады ішіне кіргеннен кейін мына жерде бізде новая форма деген белгі беріледі. Бұл жерге біз өзіміздің пәнімізді енгізуге болады. Және бұл жиынтық бағалау, мысалы жиынтық бағалауға арналған тапсырма болса, соны жазуға болады. Мысалы мына жерге біз жаратылыстану деп жазсақ болады. Сосын ары қарай сипаттама беріледі. Келесі вопрос без заголовка деген жерге бұл жерде біз білім алушының аты жөнін енгіземіз. Ол үшін неге білім алушының аты жөні деп жаздық. Енді мына жерде один из списка деген түтікше тұр. Соның ішіндегі жоғарыдағы ең жоғарысында тұрған текст строка деген таңдаймыз. Сонда оқушы мына жерге өзінің аты жөнін жазылады. Және бұл бізде обязательный вопрос болғандықтан түтікшені былай жылжытып қоямыз. Енді келесі біз тура осы жолмен сыныбында белгілей аламыз. Мінекей сыныпта да таңдап аламыз текст строка дегенді. Және бұл да міндетті вопросқа жатады, обязательный вопросқа жатады. Аты жөнін енгізу керек біз. Бұл бізде обязательный вопрос. Келесі әрекетіміз, біз енді мына жерде қосу таңбасын қосамыз да, бұл жерде сұрақты қалай енгізу тәсілін көрсетемін сіздерде. Менде мына жерде дайын Word документте бұлардың барлығы тұр сұрақтар, дайын сұрақтар. Мінекей бірінші сұрақ деп тұр. Осы бірінші сұрақты көшіріп алайын. Мінекей копировать етемін. Копировать етіп аламын. Google формаға кіремін. Жаңа белгілеп жатқан. Және мына сұрақтың орнына осыны енгізе саламын. Енді келесі менде мына жерде варианты деп тұр. Варианттарды да сол дайын нұсқадан аламын. Көшіріп алып, осы Google формаға енгізе саламын. Мен ставить етеміз. Ставить еткен кейін менде төрт жауабы келіп тұр. Енді бұл бізде жоғарыда тест сұрағы болғандықтан настройкаға кіреміз. Жоғарғы жағында настройки деген болып тұр. Бұл жерде мына жерде беріліп тұр бізде общий, презентация, ответы. Мен тест дегенді белгілеймін. Тесті дегенде бұл жерде жылжытуымыз керек.
жылжытсақ мінекей бізде мынандай белгілер жанады. Және осы әрекетті біз жоғарыда сохранить етеміз. Сохранить еткеннен кейін мына жерде бізде сұрағымыздың астына ответы деген шыға қояды. Бұл жерде бізде бірақ дұрыс жауап болады. Сондықтан мына один из списка деген дұрыс болады. Егер де бізде бірнеше дұрыс жауаптар болса, онда несколько из списка деген 4 бұрышты белгілер шығады. Бірақ бізде мына бірақ дұрыс жауап болғандықтан біз один из списка деген таңдап алдық. Ответы деген жерге басамыз да, мына жерде бізде баллы шығады. Бұл жерде бізде бірақ жауап дұрыс болғандықтан 1 балл беретін тапсырма болады. Және описание дегенде мына жерге жазсақ болады, бір жауап дұрыс деп. Немесе жазбасаңыздар да болады, солай қалса да болады. Кейін бұл жерден біз енді дұрыс жауапты белгілеуіміз керек қой, балалар өзіміз білу үшін. Мінекей бізде С нұсқасы дұрыс жауап, готово дегенді басамын. Келесі біздің әрекетіміз, бұл бізде обязательный вопрос болады. Түтікшені жылжытамыз. Мінекей біздің сұрағымыз дайын болды. Осылай бізде тест сұрақтарымызды, қалған жауаптарымызды енгізе беруіміз мүмкін. Ол үшін міне жоғарыда плюсты басамыз. Және Word документтен алып, көшіріп, осында қойып, енгізе аламыз. Ал енді балаларға осы дайын тестті қалай жіберу керек екенін үйретемін. Мінекей отправить деп тұр. Отправить еткенде бізде мынандай бір белгі шығады ортасында. Сол жерді бассақ, бізде мына жерде Google форманың адресі шығып тұр, сілтемесі шығып тұр. Бірақ біз өте ұзақ, сондықтан біз жай ғана мынандай короткийін басамыз. Сонда бізде қысқа ғана нұсқасы дайын болады. Қысқа нұсқасын аламыз да біз копировать етеміз. Копировать етіп, мен мысалы WhatsApp арқылы мысалы кез келген неге жібере салуым мүмкін. Мысалы мен жібере тұрайын. Бұл жерде аламын да, мына жерге ставить ете саламын. Ставить еткенде мына Google форманың адресі барады, мен осылай тура осылай жібере саламын. Мінекей WhatsApp арқылы біз мына сілтеме берілді. Енді тура осы сілтемені бассам, мен жаңағы документке кіре саламын. Қазір бізде загрузка болып тұр. Балалар жаңа жіберген сілтемемен кез келген смартфон, планшет арқылы кіреді де мына сұрақтарға жауап береді. Ол өзінің аты жөнін жазады. Аты жөнін жазғаннан кейін мына барлық сұрақтарға жауап береді ойланып. Кейін ең соңында отправить жауап беріп болған соң, мысалы әрбір жауаптардан кейін отправить етуге болады, соны белгілеп, ол маған жібере алады. Келген сұрақтардың барлығы менің дискімде көріліп тұрады. Ответінің ішінде, мысалы мен ашамын да мұғалімге бұл өте ыңғайлы. Мысалы мен біліп отырам. Мысалы бұл тестқа маған 3 бала жауап беріпті. Ол кімдер? Балалардың аты жөндері шығып тұрады. Айым, Аят, Нұркен деген бала жауап бергендігі. Қандай сұраққа қай бала дұрыс жауап берді, бұрыс жауап берді, неше балл алды, диаграммалардың барлығы шығып тұрады. Егер де мысалы бұл жалпы болса, сосын әрбір сұрақ бойынша жауаптары беріліп тұрады. Кейін әрбір баланың жеке өзін тексерсем болады, мысалы. Және ол бала қалай жауап берді? Мен осының барлығын өзіме көшіріп, распечатка жасап алуыма да өте ыңғайлы. Мұғалім баланың жауабын міндетті түрде көріп отырады. Егер де тесттің уақыты аяқталғаннан кейін, мұғалім алады да мына жерді жауап тастауы да мүмкін. Сол кезде балалар ешқандай сұрақ жібере алмайды.
бұл уақыттың шектелуіне де байланысты. Мысалы, міне балалар осы уақытта кіріңдер, осы уақытта орындайсыңдар, және балалар жұмысты аяқтағаннан кейін біз аламыз да мына жерді сұрақтарымызды жауап тастаймыз. Бітті. Осылай біз қиналмай балалардан бөлім бойынша жиынтық бағалау жұмысын ала аламыз, және 90-дық жиынтық бағалау жұмыстарын ала аламыз. Өте тиімді тәсілдердің бірі болып табылады.